Сондай-ақ 1 тамыз күні Шымкент қаласының әкімі Ерлан Айтаханов Арыс қаласына арнайы барып өңір штабының жұмысымен танысты. Мегаполиске тиесілі 10-шы сектордағы құрылыс жұмыстарымен танысып, арыстықтармен жүздесті. Шымкент қаласына қарасты секторда 225 үйдің құрылыс жұмыстары аяқталған. Халықтың жағдайын білу мақсатында қала басшысы апат кезінде қираған үй иелерімен кездесті. Олардың құрылысқа қатысты айтқан пікірлері мен ұсыныстарын тыңдап, штаб мүшелері мен жұмысшыларға жөндеу жұмыстарын уақытылы әрі сапалы атқару керектігін тапсырды. Өз кезегінде 10-шы сектор аумағында арыстық тұрғындар қала құрылысшыларының жұмыстарына көңілдері толатындарын жеткізіп, алғыстарын білдірді. Енді жаңа үй ғой, жаңа үйде Құдай қаласа тек қана бақыт болсын. Соған шын жүректен тілектеспін. Енді бұл да жоғарыдан Алла тағаланың бір сыны шығар. Сол сыннан аман есен өтіп, енді бұл шаңырақ қой бұның. Қазақтың шаңырағы ол киелі нәрсе ғой. Тек қана жақсылық болсын. Соған мен шын жүректен тілектеспін. Жарайды онда. Ағайындар, 24 маусымда шында Арыста бір үлкен жарыс болып, біраз үйлер қирап қалды. Соның бірі менің үйім, төбесіндегі шатырым құлаған болатын, және біраз әйнектерім сынған болатын, ішіндегі потолоктарым түскен. Осының барлығын Шымкент қаласының әкімдігі осы 28-нен бастап кірісті. Төбедегі шатырымды жауып берді әдемелеп. Мінекей енді ішіндегі түскен потологын жөндеп жатыр. Әйнектерім салып берді. Мен мінекей осылай елдігімізді көрсетіп, өзіміздің қазақтың бір-бірімізге деген жанашырлығымызды көрсетіп, осындай қамқорлыққа алып, осындай қирап жатқан кезде соны жөндеп, бізге дем берген осы Шымкент қаласының әкімдігіне үлкен алғысымды білдіремін. Рахметімді айтамын. Сол сияқты енді біздің Арыста бұдан бөлек 17 сектор жұмыс істеп жатыр. Әр секторда әр облыстың мамандары келіп жұмыс істеуде. Сондықтан мен барлық осы бүкіл ел болып, ел басынан бастап бүкіл қазақ елі біздің Арыс деп жандар ашып, осындай қамқорлық жасап отқан үшін тек қана алғысымыз қатарым жоқ. Біз тағы да өзіміздің елдігімізді, ынтымағымызды, бірлігімізді, қазақтығымызды көрсеттік. Мінекей осымыздан таймайық. Біздің туымыз әр уақытта жоғарыдан көрінсін. Ерлан Айтаханов Арыс қаласының әкімімен жолығып атқарылып жатқан істерге қанықты. Алдағы уақытта жоспарланған құрылыстармен де таныс болды. 10-шы секторға қарасты 636 тұрғын үйде жөндеу жұмыстары, өртенген және апатты деп танылған 37 үйдің орнына жаңа үйлердің құрылысы жүргізілуде. Өз кезегінде Ерлан Қуанышұлы Арыс қаласындағы құрылыс жұмыстары президенттің жеке бақылауында тұрғанын айтып, үйлерді жылдам әрі сапалы жөндеу, қалпына келтіру үшін құрылысшылар 3 кезекті тәулік бойы жұмыс жасап жатқанын жеткізді. Үйіміздің құрылысын жасап жатқан жандарға алғысым шексіз. Үйдің сызбасын мамандармен ақылдаса жасадық. Құрылыс жақында аяқталады деп сенеміз. Қазіргі уақытта 225 үйде жөндеу жұмыстары аяқталса, 322 үйдің сыртқы жұмыстары біткен. Сонымен қатар 2 айдың ішінде жөндеуге келмейтін үйлердің орнына салынып жатқан жаңа үйлердің құрылысы толығымен аяқталады деп жоспарлануда. Зарина Қалиева, Нұрберік Тұрған, Айға қоғамдық телеарнасы.